Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық құрылтай отырысында қоғамда өзгерістер жасаған кезде халықпен тиімді байланыс орнату аса маңызды деп атап көрсеткен болатын. Әрине, конституциялық реформаның түпкі мәні де халықтың мемлекет басқару ісіне қатысу тетіктерін кеңейту. Сондай-ақ, қоғамдық пікірді шешім қабылдау үдерісінің өзегіне айналдыру екенін жақсы білесіздер. Ата заңымызға халық кеңесінің мәртебесін халықтың мүддесін білдіретін жоғары консультативтік орган ретінде бекіту ұсынылып отыр. Яғни, құрылтай мен халық кеңесінің жұмысы мазмұндық жақтан үндесіп, бірін-бірі толықтырып, жетілдіріп отырады. Осылайша, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын толыққанды жүзеге асыра алатын боламыз. Осы орайда, құрылтай мен халық кеңесіне қатысты нормаларды Конституцияда бекіту және екі органға да заң шығару бастамасы құқығын беру уақыт талабынан туындаған, жан-жақты сараланған байлам. Бұл қадамдар қоғамдық диалогты бір реттік науқан емес, тұрақты жұмыс форматына айналдыруды көздейді және оның практикалық тиімділігін арттыруға бағытталып отыр. Құрылтайды профессионалды сайлау жүйесі арқылы қалыптастыру саяси белсенділікті шектемейді. Керісінше, бұл жүйе саяси тұрақтылық пен өкілдіктің теңгерімін сақтауға мүмкіндік береді. Ал азаматтар халық кеңесі арқылы да мемлекеттік істе тікелей ықпал ете алады. Бұл халықтың үнін билікке жеткізудің балама емес, толыққанды жолы, алтын көпірі. Халық кеңесінің артықшылығы оның кең өкілеттігінде. Демек, халық кеңесші орган ғана емес, халықтың ойы айтылатын, ұсынысы жеткізілетін, азаматтық ұстанымы ескерілетін алаңға айналады. Халық кеңесі әзірлеген ұсыныстар тек консультативтік форматта ғана емес, заңнама деңгейінде де қаралады. Осылайша, халық кеңесі ішкі саясаттың басты бағыттары бойынша ұсыныс береді. Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайтуға ықпал етеді. Жалпы ұлттық құндылықтарды ілгерілетуге араласады. Ең бастысы, халық кеңесі құрылтайға заң жобаларын ұсыну құқығына ие. Сондай-ақ, республикалық референдум өткізу туралы бастама көтере алады. Сонымен қатар, халық кеңесіндегі ротация қағидаты қоғамның әртүрлі топтары мен өңірлердің басқару ісіне кеңінен қатысуына жол ашады. Бұл демократияның қағаз жүзінде емес, іс жүзінде жүзеге асырудың айқын көрінісі.